Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге бала кезімізде сүйіп жейтін пирожныйлардың бірі картошка пирожныйының рецептісін ұсынатын боламын. Ешқандай пісіруді қажет етпейтін, қолдағы бар үйдегі заттардан өте жылдам жасалатын рецепт. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Бізге қажетті заттар: печенье, грек жаңғағы. Мен ет тартқыштан алдын ала үгітіп өткізіп аламын. Сіздер блендердің көмегіне жүгінсеңіздер болады. Қант ұнтағы, какао, сары май, сүт. Міне үгітіліп алынған печеньеміз бен грек жаңғағын айбатлап араластырамыз. Үстіне толтыра отырып үйіп, бір ас қасық какаомызды және бір ас қасық қант ұнтағын қосамыз. Жақсылап араластырып, үстіне жылытылған сүт құямыз және алдын ала ерітіліп алынған сары майымызды қосып, қамырымызды айбатлап біріккенше араластырамыз. Ендігі тәлеңкеге қалған какаомыз бен қант ұнтағын қосып, қазір пирожныйларымызды аунатып алғанға пайдалануға ұнтақ дайындаймыз. Енді қамырымызды айбатлап міне араластырып алдық. Енді шетінен шымшып алып, алақанымыздың көмегіменен қысып, уқалап, кез келген пішін келтіруге болады. Домалақ немесе сопақ. Мен сопақ жасап жатырмын. Әдемі пішін болғанда, бәрі біріккен кезде жаңағы какао ұнтағы мен қант ұнтағымызға араластырып, аунатып аламыз. Екіншісін домалақ қып жасап көрдім. Қамырымыз өте жұмсақ, өте орысша айтқанда податливый, өте икемді. Қандай пішін бергілеріңіз келсе, сондай пішін шығады. Алма кезек барлық қамырымызды жасап аламыз да, қамырымыз пирожныйларымыз пішінін ұстап тұру үшін тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттың ішінде қатып, формасын айбат ұстайтын болады. Бетін кез келген нәрсемен әрлеуге болады, әсемдеуге, өз фантазияларыңызға байланысты әсемдесеңіздер болады. Мінекей дайын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.